Қайырлы күн достар. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын, бүкіл отбасыңыздың көңілінен шығатын узбекская лепешка нанын дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп кетуді, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Қай затты қанша мөлшерде қосқанымды видеоның астына жазып кететін боламын. Сүтке сары майымызды салып ерітіп аламыз. Одан кейін судың үстіне еріген сүт пен сары майды құйып араластырамыз. Қант пен дрожжды қосып араластырамыз. Ал тұзды ұнға саламыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, бір 15 минутқа қалдырамыз, көтерілгенше. Міне осындай болып көтеріледі. Одан кейін тұзымызбен ұнды араластырып алып, жаңағы сүт пен суымызды құйып, қамырымызды илейміз. Бетін жауып, ыдысыңыздың крышкасы болса, сонымен жапсаңыз болады, немесе пищевая пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Бір көтерілгеннен кейін сұйық маймен бір басып алып, қайтадан жарты сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Қамырымыз екінші рет көтерілгеннен кейін столдың үстіне ұнымызды сеуіп, 4 бөлікке бөліп аламыз. Әр қайсысын осылай домалатып, лепешка формасын жасаймыз. Нандарымызды противенге салып, осылай ортасын басып шығамыз. Арасын алыстау қою керек, өйткені піскен кезде нанымыз үлкейеді. Осындай кухонный сүлгімен бетін жауып, 15 минутқа қалдырамыз застойкаға. 15 минут өткеннен кейін осылай қайтадан ортасын басып алып, вилкамен тесіп шығамыз. Бір жұмыртқаның сарысына біраз қасық сүтті араластырып, бетіне жағып шығамыз. Лепешкамыздың бетіне өзіңіздің қалауыңызша кунжут, макс сеуіп шықсаңыздар болады. 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар ғой. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.